Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге осындай керемет дәмді пиццаның рецептімен бөлісемін. 15 минутта дайын болады. Ыстық суымызға қантымызды, тұзымызды салып жақсылап араластырып алғаннан кейін қопсытқышымызды саламыз. Қопсытқышымызды салып араластырып бетін 15 минутқа жауып қоятын боламыз. Кішкене көтерілген кезде ғана ұнды салып араластырып осындай жұмсақ қамыр етіп илеп аламыз. Сосын құрамдарын бетіне салатын қоспаларын осылай турап дайындап алдым. Мен 2 түрлі пицца дайындаймын, немесе 3, сондықтан барын жасап арнайы дайындап алған болатынмын. Менің Instagram, YouTube каналдарыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлық құрамды дайындап алғаннан кейін пешімізді 180 градусқа ысытып қоятын боламыз. Қызып тұрған пешке салып пісіретін боламыз. 15 минутта пісіп дайын болады. Осылай сырымызды үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Майдасынан өткіздім. Менің қамырым ашып дайын болды. Өстіп қолмен істесеңіздер дәмді болады. Өстіп қолмен арнайы формаға салдым. Бірінші пиццамда қалғандарын жай қарапайым пештің қалыбына салып жасаған болатынмын. Кетчуп пен майонезімізді жақсылап өстіп араластырып алып, үстіне жаңағы қоспаларымды салып шықтым жайғастырып. Бірінші осындай пепперони деп айтсам болатын шығар. Осылай дайындадым. Мен балаларыма ұнайды. Колбасамен, одан кішкене петрушка, укроп септім бұл жерде мен. Екіншісін овощной сияқты жасадым. Бәрін түрт-түрт еткен құрамдарды салып, бетіне петрушка салып осылай жасадым. Үшінші пиццамда колбаса, қалған құрамдарды қосып араластырып жасаған болатын. Астарыңыз дәмді болсын.